Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін өте дәмді әрі жұмсақ бөлкелер дайындайтын боламыз. Алдымен жылы сүтімізге жылы суымызды құйып, оған дрожжымызды, тұзымызды және де қантымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін сұйық майымызды құйып, 3 ас қасық. Одан кейін сары майымызды ертілген салатын боламыз. Сары майымыз 30 грамм жеткілікті. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Сары майымызды бір келкі араластырып алатын боламыз. Және де бірден үстіне електен өткізілген ұнымызды салатын боламыз. Ұнымыз шамамен 700-750 граммдай кететін болады. Менде осы жолы 700 граммдай ұным кетті. Алдын ала електен өткізіп алған жақсы. Ұнды шетінен салып, жақсылап араластырып, жұп-жұмсақ тесто дайындайтын боламыз. Қамырымызды әбден қолымызбен жақсылап дайындап алатын боламыз. Жақсылап басып дайындап аламыз. Бөлек-бөлек салып, қамырды илеген дұрыс. Бірден салып жібермеңіздер, себебі ұн көптеу кетіп қалып, қатты болып кетуі мүмкін. Соңынан үстіне сұйық майымызды құйып, тағы да жақсылап бір басып алатын боламыз. Бетіне мен әрдайым осылай мешок салып, одан кейін барып қақпағын жауып жылы жерге қоямын. Сол кезде күшті көтерілетін болады. Ешқандай қиындығы жоқ, қарапайым тесто дайындайтын боламыз. Шамамен 1 сағаттың ішінде менде тестом жақсылап көтерілді. Мінекей менің қамырым күшті болып көтерілді. Әдеттегідей әрдайым осы рецептпен жасаймын. Сізде жасап көріңізге кеңес етемін. Қолымызды майлап алып, одан кейін барлығы бірдей болуы үшін мен весыйды қолданатын боламын, ал сіздерде болмаса көз мөлшерімен бөлсеңіздер де болады. Барлығын бірдей етіп бөліп дайындап алдым, 100 граммнан дайындадым. Сол кезде формаларда бірдей болып шығатын болады. Пешімді алдын ала қыздырып қойдым. Енді барлығын дөңгелектеп алатын боламыз. Шеттерін осылай бүріп, одан кейін дәл видеодағыдай етіп, домалатсаңыздар өте әдемі болып шығады. Барлығын бірдей етіп дайындап алғаннан кейін кішкене уақытқа тағыда көтерілуге алып қоятын боламыз. Бетіне қайтадан пищевая пленка немесе мешок жауып қойсаңыздар болады. Сол кезде тағы да көлемі ұлғайып, және де біздің бөлкелеріміз көмпейіп шығатын болады піскен кезде. Мінекей менде 10 штук болып шықты. Осылай мешок салып қойдым бетіне. Осылай болып көтерілді менде. Үстіне жұмыртқаның сарысымен сүтті араластырып, 1 ас қасық дайындап алдым, бетіне жағып шығатын боламыз. Бұл бөлкелерді бургер жасауға да қолдануға болады, және де ішіне начинка салып жасасаңыздар да болады. Мінекей 180 градуста 30 минутта менің булочкаларым дайын болды. Өте дәмді әрі көмпейіп шықты. Міндетті түрде жасап көруіңізге кеңес етемін. Сіздерде де дәл осындай болып шығатынына сенімдімін. Егер де рецебім ұнап жатса, қазақ тілді каналдың дамуына үлесіңізді қосып, каналға тіркеліп, достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Рецебіме лайк басып, комментарий қалдыруларыңызға болады. Ал мен сіздермен қоштасамын, келесі рецептерде кездескенше.